Саламатсыздар ма достар? Өте көп көрермен жиналып жатыр. Қазір тікелей эфирімізді бастаймыз. Бүгін білесіздер, әр сәрсенбі сайын Қазақ радиосы Малтабу KZ екеуі бірге тікелей эфир жүргізеді. Осы Қазақ радиосында Малтабу KZ сайты туралы сұрақтар қойылады. Сол сұрақтарды тікелей эфирге хабарласып, жауабын айтсаңыздар, әр сұраққа 5000 теңгелік сыйақы ала аласыздар. Сұрақтарыңыз болса жазыңыздар. Мен даусым жақсы естіліп тұрма? Дұрыс естіліп тұрса, плюс қоя салыңыздар комментарийға. Бүгін Қазақ радиосын тікелей эфирінің тақырыбы ол орман шаруашылығының әлеуетін арттыру тақырыбында жүргізіледі. Сіздер егер де өздеріңіз тікелей эфирге қосып алам десеңіздер, Малтабу KZ мобильді қосымшасы бар ғой сіздерде. Соған кіресіздер де, мына баннерге бассаңыздар болғаны. Мысалға, міне мобильді қосымшаға кірдіңіздер. Міне ең бастапқы баннерді көріп тұрсыздар ғой. Осы баннерге бассаңыздар, сіздер тікелей эфирге өте аласыздар. Жақсы плюстар өте көп қойып жатсыздар. Даусым жақсы естіліп тұр ендеше. Қазір 11:15-те 6 минут қалды. Осы тікелей эфирді осылай тыңдай аласыздар. Осыған басып. Мен сіздерге компьютер арқылы көрсетем. Қалдарыңыз қалай, сұрақтарыңыз болса, қоя беріңіздер сұрақтарыңызды. Тікелей эфирді қазір тыңдап отырыңыздар. Тікелей эфир жүргізушісі Анас Ахатлы тікелей эфирді жүргізеді. Сонымен қатар сұрақтарды да сол кісі қояды. Жүргізуші қояды. Бүгінгі эфир қонағы Сәкен Ділдахмет деген кісі. Ол орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің баспасөз хатшысы. Қазір әзірше сіздерге тікелей эфир жүргізе тұрайын. Міне хабарландырулар, бүкіл мал сатылымы, тоқты қошқарлар сатылып жатыр екен 40 мыңнан, бұқалар сатылып жатыр. 70 бас, 300 бастан. Ол көтерме сауда бөлімінен көрсеңіздер де болады. Әрбір бөлім осылай міне бөлініп тұрады. Түйе, жылқы, ірі қара деп. Мысалға сіздерге қазір міне ірі қара бөлімін көрсетіп жіберейін. Мына жерде Багыз Ахмет деген кісі сұрақ қойып жатыр, Маңғыстау жайында заңда өзгерістер бар ма деп. Осының барлығын қазір егер де сұрақтарыңыз болып жатса, басқа да тікелей эфирдің номерін айтады. Мен номерді жазып қоюға тырысам қазір. Төменде сол номерге хабарласып сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады жүргізушімен бүгінгі эфир қонағына. Сонымен қатар сұрақтарға да жауап берсеңіздер болады. Малтабу сайты туралы барлығын білесіздер деп ойлаймыз. Әрбір сұраққа 5000 теңгелік жүлде ұтып алыңыздар. Сайтқа күнде кіріп жүрсіздер барлықтарыңыз. Конкурс биылғы қазан айына дейін жүреді. Конкурсқа қатысу үшін телефоныңызға Play Market App Store'дан мобильді қосымшаны жүктеп аласыздар да бәйгеге қатысу түймесін бассаңыздар болды. Тек номеріңізді барлығын дұрыс жазыңыздар. Міне мына жерде Малтабу KZ логотипін бассаңыздар, сіздер ең басты бетке көшесіздер. Бүгінгі тақырып жаңа айтып кеткендей,
орман шаруашылығының әлеуетін арттыру тақырыбы. Жаңа басында айтып кеттік, мұнда сұрап жатыр Көгершін деген кісі. Қазір ақырындап эфирде отыра беріңіздер. Сұрақтар қойылған кезде сұрақтарға жауап беруге тырысыңыздар. Барлығы өте қиын сұрақтар емес, барлығы өте оңай. Барлығыңыз Малтабу сайтынан кіріп жүрсіздер күнделікті. Барлығын білесіздер деп ойлаймын. Деп білемін. Барлық сұрақтарыңызды қазір эфирге хабарласып қойсаңыздар болады. Міне мен осы баннерге бастым. Достар, сонымен айта кетейін, мына жерде фазенда сатылып жатыр, 120 басқа дейін мал сыятын, түгелдей дайын бизнес жүргізем десеңіздер, ішінде барлығы бар. Алло. Здравствуйте, у нас сейчас прямой эфир идет. Можете, пожалуйста, перезвонить потом? Да, попозже. Ага, вам тоже спасибо, до свидания. Ждем. Міне бүгінгі тақырып. Сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер. Міне мына жерде жаңадан Алматыда Құрбан айт кезінде қандай шараларға тыйым салынады деген мақаланы оқысаңыздар болады, жаңалықты. Сонымен қатар фермерлер қолғашылықтан сақтандыру субсидиясына қол жеткізеді деген, субсидияны қалай алса болады деген тақырыпта жазылып тұр. Кіріп көрсеңіздер болады, оқып көрсеңіздер болады, түгелдей жазылып тұр. Субсидия туралы сұрап жатсыздар, мында Бекнияз Қуанышбаев. Қазір міне қараңыздар, Малтабу KZ сайтында пайдалы сілтемелер бар. Ол Қазақстанның жер кадастры жайлы. Сонымен қатар субсидия жайлы да бар. Міне бастағы да көрсетіп жіберейін. Міне мал шаруашылығымен айналысуға субсидиялар дейді. Мал шаруашылығымен айналысуға арналған субсидияларға басып, осы жерде сіздер оқысаңыздар болады, түгелдей ақпаратты кіріп. Телефоннан да кірсеңіздер болады, браузер арқылы кірген кездеріңізде болады. Қазір тікелей эфирге қатысып, Малтабу сайты жайлы өздеріңіздің сұрақтарыңыз болып жатса, сұрақтарға сонымен тікелей эфирде сұрақтар қойылады. Соған жауап берсеңіздер, 5000 теңгелік ұтып ала аласыздар. Әрбір сұрақ үшін. Музыканың дауысын азайтып қойын қазір. Субсидия жайлы түсіндіңіздер ғой, мында саламатсыз ба сұрап жатыр тағы да Жанкеш Шуков деген кісі. Залогсыз неден бастаса болады, мал ұстаумен айналысайын десем, жеңілдікті несие алу үшін залог керек дейді. Субсидия жайлы міне барлық ақпаратты осы Малтабу KZ сайтында пайдалы сілтемеге басып, ақпаратты оқысаңыз болады. Сол жерде кімнен сұрау керек, барлығы жазылып тұрады. Сұрақтарыңыз болса, сонымен қатар дайректке жазсаңыздар болады сообщениямен. Қазір тікелей эфир болып жатады. Егерде осы тақырыпты қозғап жатса, соған хабарласып сұрасаңыздар да болады. Міне бүкіл мал сатылымы әр 20-30 минут сайын ауысып отырады. Бүкіл Қазақстан бойынша кім қандай мал сатады, барлығы осы жерде тұрады. Өздеріңізде кіріп қарап көрсеңіздер болады. Өздеріңізде мал сатам деп жатсаңыздар, осы Малтабу KZ сайтына кіріп көрсеңіздер болады. Бүкей 0707 кісі Оралдан қой сатайын дегем дейді. Сайтқа кіріп міне хабарландыру беру дегенді бассаңыз, бере аласыз. Так, тікелей эфиріміз басталды, достар. Сәттілік. Жақсы өтсін. Агроөнеркәсіп саласын саралайтын Аграрлы Қазақстан хабары.
Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Сәрсенбінің сәтінде сіздерге сәлем жолдаймыз. Тікелей толқында аграрлы Қазақстан, микрофон алдында мен Аса Хатылы, дыбыс тізгінінде Зәмзәгүл Уәлихан. Орман шаруашылығы мен жануарлар дүниесі саласын басқару экология министрлігінің құзырына берілген болатын. Десе де бұл сала экологияға қарағанда агроөнеркәсіп кешенінде бір табын жақын сияқты. Себебі орман шаруашылығының ауыл тұрғындарына берері көп. Бүгінгі хабарымызда осы тілге тиек етпекпіз. Студия қонағы аталмыш комитеттің баспасөз хатшысы Сәкен Ділдахмет. Қош келдіңіз, Сәке. Қош көрдік. Хабарымыздың бас демеушісі ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры. Сонымен қатар, құрметті тыңдаушы, бүгін Малтабу KZ сайтынан әдеттегідей сұрақ қоятын боламыз. Ақшалай ұтыстар бар. 5000 бірлік телефоныңызға салам десеңіз, мынандай сұраққа жауап беруге дайын болыңыз. Малтабу KZ сайтының ұсақ мал бөліміндегі құрбан айтқа қарсы ең соңғы хабарландыруда қой бағасы қандай? Тағы да қайталап өтейін, Малтабу KZ сайтының ұсақ мал бөліміндегі құрбан айтқа қарсы ең соңғы хабарландыруда қой бағасы қандай? Жауаптарыңызды студияға арқылы қабылдаймыз. Телефонымыз 75-72-75, Нұрстан қалааралық коды 71-72. Енді Сәке, бірінші сұрақ, көп болды келмегеніңізге, сағынып та қалдық. Орман қоры бойынша әлемдегі үздіктердің қатарына кірмейміз. Алайда Нұрстан қаласының төңірегіне қараса, қағаш салып, қор әлеуетін өз қолымызбен көтеруге болатынын байқаймыз. Жалпы Астананың тәжірибесін пайдалана отырып, елдегі орман қорын көбейтуге бола ма? Комитеттің стратегиясы қандай? Біріншіден, Қазақстанның орман қоры еліміздің аумағының 4,7%-ын алып жатыр. Бұл орман қорының 50%-ға жуық мөлшері бұл сексеуіл орман алқаптарына кіреді. Мынау Астанамыздағы кезінде елбасының бастамасымен басталған жасыл белдеу бағдарламасы. Мыңнан аса гектар жерде орман ағаштары отырғызылды. Бұл жобаның басты мақсаты Астананы жасыл белдеуге айналдырып, оны көрші облыстармен қосып, әрмен қарай басқа облыстарда осы орман алқаптарын көбейту бойынша осы жобаны жалғастыру. Бүгін күні тек Астана қаласының жасыл белдеу емес, басқа да қалаларда, мысалы Түркістан облысы бар, солтүстік облыстарда осындай бағытта негізі орман ағаштары егілуде. Жыл сайын еліміздің республиканың орман қорында 7000 гектардан аса жерге ағаш отырғызылады. Жыл сайын. Бұл қанша пайызы, енді жалпы алқаптың қанша пайызы 7000 гектар деген? Енді алқаптардың жаңару көлемін анықтау үшін пайызбен есептегенде 1 ма, 10 ба? Пайызбен есептегенде бұл өте қатты көп мөлшер емес. Басты мақсат осы жыл сайынғы егілетін орман қорының неғұрлым біз ауданын көбейтетін болсақ, соғұрлым еліміздің жеріндегі орман алқаптарының өсуіне өз ықпалын тигіземіз. Жаңару қарқыны кішкене жоғары болса, тезірек дамимыз дегенім ғой. Әрине, неғұрлым жаңару қарқыны жоғары болып, неғұрлым жыл сайын ағаш көбейіп, мынау облыстарда орман өрттерімен күресуде жаңа техникаларды қолданып, неғұрлым осы жолға қоятын болсақ, Қазақстанның 4,7% құрайтын орман қоры өседі. Енді біз мақсат қойып отыр, Қазақстанның басты мақсаты 2030 жылға дейін еліміздің орман қорының алқабын 5%-ға дейін жеткізу. Жақсы, бізге хабарласқан тыңдарман бар екен. Эфирге қосайық. Алло. Саламатсыз ба? Қай өңірден хабарластырсыз? Есіміңіз? Атырау қаласынан, есімім Айзада. Айзада ханым, сұраққа жауап бермекшісіз ғой, е? Жақсы, Малтабу KZ сайтының ұсақ мал бөліміндегі құрбан айтқа қарсы ең соңғы хабарландыруда қой бағасы қандай? Қой бағасы 30 мың, ойылдың семіз маркалары 35 мың. Құттықтаймын, Зәмзәгүл ханым сізге түсіндіріп береді. Жақсы, рахмет. Келесі сұраққа жауап беруге дайын болыңыздар. Малтабу KZ сайтында қандай қондырғы жарнамаланып жатыр және оны сатушылар неге айырбастауға дайынбыз дейді. Хабарымыздың бас демеушісі ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры. Сәке, енді жаңағы стратегияны айттыңыз. Ол орманды жаңарту. Яғни біз инвестиция қаншалықты құямыз мемлекет тарапынан? Осы жаңа сіз айтқан жаңару қарқынын көбейту үшін қанша ақша қажет? Індетке байланысты бюджеттеріңізді қысқартып тастады ма? Осындай сұрақтар. Енді жыл сайын негізі мемлекеттік орман қоры бұл 20 орман шаруашылық бар.
осы бұл облыстық әкімдіктерге тиесілі. Бұл орман шаруашылықтарда өздері де жыл сайын орман егу жұмыстарымен айналысады. Екіншіден осы орман шаруашылығы комитетіне жаңағы тиісті органдар бар. Бұл жасыл аймақ мекемесі, Семей орманы, Ертіс орманы, резерваттары, және басқа да ұйымдар, бұлар да жаңағы жыл сайын орман отырғызады. Енді расымен де еліміздің бүгінгі күні орман шаруашылығы саласында осы бөлінетін қаржыны неғұрлым ұлғайтып, бұдан бөлек қосымша жобалар қабылдап, арнайы бағдарламалар орманды алқаптардың санын үлкейту бойынша, бұдан бөлек инвесторларды тарту мәселесі қолға қойылу керек. Бір мысал келтірейік, 2018-2017 жылдары Арал теңізінің құрғап қалған табанына Корей мемлекетінің орман қызметі $1 миллион аса инвестиция құйып, бүгінгі күні сол жерге 13.300 гектар жерге сексеуіл алқаптарын отырғызды. Ал енді Кореяның инвесторларының қызығушылығы қандай? Енді әр түскен инвестицияға біз қызғана қараймыз ғой. Енді жарайды, құйсын, жақсы. Бірақ енді олардың да бір мақсаты бар ғой. Қандай мақсаты бар? Біздегі ұғым біреу ақша құйып жатса, бірден жаңағы бір нәрсеміз алып кетеді деп қорқады. Пайда болмаса алып кетеді деп қорқады. Корейлердің басты мақсаты бұл Орта Азиядағы кімде, қай мемлекетте орманмен проблемасы бар, соларға көмектесу. Біле білсеңіздер, өткен ғасырда Корей мемлекеті соғыстан кейін орман алқаптарын 90%-ға жуығын соғыстан жойып алды. Өздері бүкіл ел болып атсалысып, бүгінгі күні орман алқаптарының 97.4%-ын қалыпқа келтіріп, қанша жылдың ішінде? 40 жылдың ішінде 12 миллиард ағаш екті. Бүгінгі күні Корей мемлекетінің орман саласындағы басты саясаты енді өздерінің орман алқаптарын қалыпқа келтіргеннен кейін әлемге көмектесу. Олар әлемнің экологиясын ортақ деп қарайды. Сондықтан да міне осы бағытта тек Қазақстан ғана емес, Мьянма дейді, Қырғызстан, Монғолия дейді, барлық осы Орта Азия мемлекеттеріне бұл кісілер көмектесіп, осындай үлкен жұмыс атқаруда. Жақсы, 50 жылда ел жаңа деген осы шығар, 40 жылда орман бар деп айтып қояйық. Бізге хабарласқан тыңдаушы бар екен. Алло, эфирдесіз. Саламатсыз ба? Сұраққа жауап берейін дедім. Иә, қай өңірден хабарластырсыз? Есіміңіз? Қостанай облысынан хабарластым. Қостанай облысы. Есіміңізді айтып кетсеңіз. Айдос болады есімім. Айдос, Малтабу KZ сайтында қандай қондырғы жарнамалап жатыр және оны сатушылар неге айырбастауға дайынбыз дейді? Қайталап жүрсіз бе? Малтабу KZ сайтында қандай қондырғы жарнамаланып жатыр және оны сатушылар неге айырбастауға дайынбыз дейді? Жауабыңыз? 3 секунд уақыт берейік. 1, 2. Эфирімізде уақыт кетіп жатыр, өкінішке қарай енді жауап бере алмадыңыз. Дайын болыңыздар, құрметті тыңдаушы. Тағы біреу хабарласып тұр ма? Жақсы, кезекке қосайық. Алло. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қай өңірден хабарласып тұрсыз, есіміңіз? Алматы қаласынан, есім Көгершін. Жақсы, Малтабу KZ сайтында қандай қондырғы жарнамалап жатыр және сатушылар неге айырбастауға дайынбыз дейді? Қондырғы дейсіз ба? Иә. Сізде дайын емес сияқтысыз ғой? Иә, жақсы. Дайындалып отырыңыздар. Сәке, енді мынандай сұрақ. Ағаш өнімдерінің импорты шарықтап тұр. Базарларға барсаңыз оны көруге болады. Қашан өз қажеттілігімізді толығымен жаба аламыз? Болашақта орман шаруашылығы Қазақстан экономикасына нақты не бере алады? Енді импортты жабу мәселесі. Достар, кешіріңіздер, мұнда сұрақты қайталап жіберіңіздерші деп сұрап жатыр екен. Малтабу KZ сайтында жем-шөп турайтын қандай қондырғы жарнамаланып жатыр және сатушылар оны неге айырбастай аламыз деп жатыр деген ұсыныс жасап жатыр дейді. Сіздер білесіздер ғой, қандай жем-шөп турайтын қондырғы жарнамаланып жатқанын біз әрдайым жарнамалап отырамыз. Соны тікелей эфирге хабарласып, жауабын берсеңіздер болады.
қазір қайтадан эфирді қосып қояйын сіздерге. Дете, мына сырттан келетін орман материалдары бағасы жағынан өте арзан болады. Сондықтан да мына Ресейдің, Белорусияның нарықтарымен бәсекелеске түсу бүгінгі күні біз үшін өте мына қолжетімсіз дүние. Ең басты мақсат қазір мына орман қорының алқаптарын барынша осы қысқа мерзімде болмаса ұзақ мерзімдік уақытта біз ұлғайтып алып, кейін болашақта осы ішкі нарықты қамтамасыз ету бойынша жолдары қойылатын болады. Ал бүгінгі күні басты біздің мақсат осы орман қоры алқаптарын сақтап, олардың өсімін молайту болып тұр. Жақсы, құрметті тыңдаушы, мен естеріңізге сала кетейін. Бүгін студия қонағы орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің баспасөз хатшысы Сәкен Ділдахмет. Хабарымызды бас демеуші ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры. Енді жалпы Жандәурхан, бізге хабарласқан азамат бар екен. Жақсы, кезекке қосайық. Алло. Алло, ассалаумалейкум. Уағалейкум ассалам. Саламатсыз. Сәлеметсіздер. Жұмыстарыңызға сәттілік. Енді менің сұрағым бар, жаңағы сұраққа да өзім шамам келгенше жауап берейін. Не ғой, мына келген қонаққа мына орман шаруашылығы табиғат туралы өте тамаша тақырып қозғап жатырсыңдар. Мына Құдайдың қаһары келіп жатыр деп айтып жатырмын мен. Мына ауру дерттің өзі осындай жағдайдан келеді. Мен айтып жүрмін, жұртқа құлақтандыру, мына балаларын асырап отқан ұл қыздарын, немере шөберелерін сол ағаш ектіріп өзінің үйінің айналасына. Осыларды жаңа бағу керек. Орман деген өте табиғат, Құдай тағала бәрін есеппенен жаратқан ғой. Мысалы үшін баяғы екінші дүниежүзілік соғыста Ресейдің жері тек орманды жер ғой, сол орман арқылы жеңген мына жаңағы қасиеттерді мысалы үшін. Ал енді мына жаңағы енді мен білмеймін сіздерге мына кісіге нетеді ме? Тіпті сол мынау студенттерді жалпы каникулдарда Құдай қаласа ұйымдастырып сол мынау ашық арқаның жері кең ғой енді. Орманды қолдан жасауға әрекет жасау керек деп ойлаймын мен. Осыны айтайын деп едім. Рахмет. Сұраққа жауап беріңіз. Иә, мал табу кезет сайтында. Мал табу кезеттен оны машинаны жылқыға ауыстырамын депті ғой. Машина болғанда қандай машина, қандай қондырғы? Жаңағы дробилка дейтін еді ғой. Жақсы, жем турағыш. Жем турағыш, иә сол. Солай деп мен отыр, білмеймін дұрыс па қате. Жақсы, дұрыс жем турағышқа айырбастаймыз дейді. Оның аты Қомағай деген жем турағыш, өте жақсы қондырғы. Енді достар, Қомағай жем турағышы малға ауыстыра аламыз деп. Сәке, жаңағы апамыздың сұрағына. Енді апамыздың айтып отырғаны өте орынды. Енді қанша ақша қажет бір отбасына? Мысалы, мені сіз алып барасыз. Иә, апамыздың айтқаны өте дұрыс. Өз ойын жеткізді. Қанша қаражат керек бір ағаш? Енді қаражат емес, біз надан басайық, жыл сайын 19 сәуір жер күні мейрамы аясында Қазақстанның барлық түкпір-түкпірінде біз ағаш отырғызу акциясын өткіземіз. Бұл жыл сайын 1 миллионға жуық, 1 миллион аса көшеттер отырғызылады. Ол ағаш материалын біз өзіміз жабдықтап береміз. Адамдар келіп, атсалысып, өздері отырғызады. Бұдан бөлек енді мынау базарларда енді көбінесе өзіміздің халық өзінің ауласына ағаш егер кезде ағаш материалдарын базардан сатып алып жатады ғой. Енді ол өздерінің әркімнің қаражатына байланысты, қалтасына қарай. Жоқ, сіздер беретін ағаш көшеттерді қайдан алады? Енді ол тәртібі қандай? Бізден беретін ағаш көшеттері бұл біріншіден арнайы питомниктерден даярланатын бұл көшеттер. Бұл орман шаруашылықтар питомниктерінен болмаса мынау резерваттардан алынып келіп, жаңағы сол жақын ауданды аймақтарда осы акция өткен кезде отырғызылады. Сол орман қорының осы орманды алқаптардан халық өзі келіп өте белсенді болып қатысады. Бұл ретте мен мынаны атап өткім келеді. Негізі апамыз өте жақсы бастаманы көтеріп кетті. Жаңағы айтып кеткен Корея мемлекеті бар ғой. Сол 12 миллиард ағашты олар ешкімге ақша берген жоқ. Бүкіл халық өзі келіп отырғызды. Халық жаппай келіп атсалысты. Бұдан бөлек бірақ ана отырғызатын орнын мемлекет көрсетеді ғой. Иә, бәрін жерде даярлап көрсетіп, жаңағы халық келіп өздері атсалысып, ағашын отырғызып, оны суғарып ойлап дейсіз. Иә, дәл сондай. Бүгінгі күні қарасаңыз, бүкіл Корея елінің таулары өте үлкен орманды алқапқа айналды. Екіншіден бір мысал келтіруге болады. Қытайдағы Гоби шөлінде өте үлкен жоба бастаған болатын қытайлықтар. Оған да кәріс мемлекеттер өте үлкен көмектесті. Сол жерде де бүкіл жалпы халықтық жоба болды. Халық өзі келіп атсалысты.
өзі отырғызды, жергілікті айтты. Міне дәл осындай жолмен бүгінгі күні бізде де осы акция аясында өткізіліп жатыр. Кейін болашақта да осы орманды алқаптарды үлкейту бойынша осы халық азаматтарды тарту көзделетін болады. Бүгінгі күні жылдан жылға мынау байқайтын болсаңыздар, еліміздің азаматтарының экологиялық мәдениеті артуда, екінші жағынан қоршаған ортаға деген олардың көзқарасы өзгеріп, барынша атсалысып, бүкіл әлеуметтік желіде қозғалыс бар дейсіз. Қозғалыс бар, бүкіл проблеманы көтеріп, облыста жаңағы ағаш сансыз кесіліп жатыр, қалада ағаш бейтіп жатыр деп, сол ушуды көтеріп жүрген халық. Жақсы, WhatsApp арқылы келген сұрақ. Шығыс Қазақстан облысының тұрғыны Елдос Еренбаев ағашты заңсыз өндіру етек алуда дейді. Орман маңындағылар тал шауып, отынға да, құрылыс материалдарына да емін-еркін пайдаланып жүр. Қашан тоқтатылады дейді. Енді бұл сұраққа жауап бере кететін болсақ, жалпы елімізде заңсыз ағаш отау фактілері тіркеліп жатады. Бұл ретте енді егер азаматтар осындай ақпаратты байқап, көріп жатса, міндетті түрде тиісті құқық қорғау органдарына хабарласып, жаңағы қолдарындағы смартфондар арқылы жаңағы фото және бейнеге түсіріп, оны дәлел ретінде берсе, әрине бұл қоғам ретінде атсалысып, бұл заңсыз отаумен күресуде жаңағы жақсы өз үлестерін қосар еді. Негізі бұл жұмыстар жыл сайын атқарылуда, заңсыз орман отау анықталуда. Бұдан бөлек мына жерде атап өткім келеді, Орман шаруашылығы комитеті Қазақстан ғарыш сапары мекемесімен жұмыс істейді. Қазақстан ғарыш сапары мекемесі мынау спутниктік түсірілімдер арқылы еліміздің барлық орман қорын бақылауда ұстайды. Қай жерде орман өрті болып жатыр, қай жерде заңсыз орман оталды деген өте үлкен әрбір участок бойынша түсірілім беріп, нақты көрсетеді. Сол ұйымдармен жүргізіп, біз жұмыс атқарамыз. Жаңағы заңсыз кескен азаматтар ұстап, оларды жауапқа тартып, осындай өте үлкен жұмыстар жүргізіледі. Жақсы, енді мен тағы да үшінші сұрақты айта кетейін. Малтабу KZ сайтының жарнамалық бейнеролигінде басты рөлді сомдаған адамның есімін атаңыз. Тағы да қайталап өтейін, Малтабу KZ сайтының жарнамалық бейнеролигінде басты рөлді сомдаған адамның есімін атаңыз. Құрметті тыңдаушы, біздің хабарымыз бас демеуші ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры, ал студиямыздың қонағы Орман шаруашылығы жануарлар дүниесі комитетінің баспасөз хатшысы Сәкен Ділдахмет. Сәке, енді мынадай сұрақ мессенджер арқылы келген. Қостанай облысынан сұрақ қоюшы Бауыржан Есенгелдиев. Ағашты терең өңдеу Қазақстанда мүлде қолға алынбаған. Әлемнің орман шаруашылығын дамытқан мемлекеттерге қарасақ, инвестицияға да, инновацияға да жұмсаған шығындарды өтеп беріп жатыр. Бізде неге ондай мемлекеттік қолдау жоқ дейді. Енді бізде негізгі мемлекеттік қолдау, негізгі басым бөлігі осы ағаш отырғызу, оның өсімін молайту осы бағытта жүргізіледі. Екіншіден, енді басқа мемлекеттерге қарағанда өте үлкен оның себебі де бар. Ол біздің орман қорымыздың алқабы, ол мемлекеттерге қарағанда өте аз. Ол мысалға Финляндия елдерін қарайтын болсақ, ол мемлекет орманға тәуелді. Ресей болсын, Белоруссия болсын, экономикасының көп бөлігі олар орманмен қызмет атқарады. Ал бізде экономиканың басты жаңағы жүргізіп жатқан саласы бұл орман емес қой. Бір жағынан да ол да бір себеп болар, бірақ бүгінгі күні министрлік тарапынан, комитет тарапынан да осы орман шаруашылығын дамыту бойынша біраз бағдарламалар даярланып, бұдан бөлек өте үлкен жұмыстар қазір бастамалар дайындалуда. Жақсы, енді орман шаруашылығын қоя тұрып, жануарлар дүниесіне көшейік. Былтыр Қарағанды облысында қанды оқиға болған есімізде Ерлан Нұрғалиев ағамыз батылдық танытып мемлекет мүлкін қорғаймын деп браконьерлердің қолынан қаза тапқан еді. Осы оқиғадан Сәке біз қандай сабақ алдық? Енді бұл оқиға жалпы Қазақстан мемлекеті үшін, қоғам үшін өте ауыр болды. Қарапайым тып-тыныш күні осы адамдар еліміздің басты табиғи байлығы киіктерді қорғау жұмыс барысы кезінде қаза тапты. Қарап болсаңыз өте үлкен бір ойға сыймайтын дүниенің бірі. Түйгеніміз өте үлкен дүние. Бүгін қоғам осы табиғатты сақтаудың қаншалықты қиын екенін түсінді. Екіншіден сол қиындықта қызмет атқарып, дала кезіп, күн-түн демей әйтеуір жүрген инспекторлардың ауыр еңбегін көрді. Бұдан бөлек мемлекет шынымен де осындай жағдай орын алғаннан кейін заңдардың қылмыстық кодекс бар, қылмыстық процессуалдық кодекс бар, соларға күрделі өзгерту енгізіп, заң алдындағы жауапкершілігін... Жастар, кешіріңіздер, тағы да сұрақты қайталап жіберсін деп сұрап жатырмын да сообщениялар жазып. Үшінші сұрақ. Малтабу KZ сайтының
жарнамалық видеоролигінде басты рөлді сомдаған қазақ әртісінің есімі кім? Соны атаңыз. Төменде номер тұр, соған хабарласыңыздар. Сіздер білесіздер, ютубта да, инстаграмда да өте көп салғанбыз. Басты жарнамалық видеоролигі, сонымен қатар теледидардан да жүріп жатады, каналдардан. Бәрін жазасыздар, көріп суретке түсіріп жүрсіздер. Осы ретте осы азаматтардың арқасында күн-түні демей жүрген орманшы дейміз, инспектор дейміз, түрлі осы мамандардың арқасында бүгінгі Қазақстанның табиғаты сақталып отыр. Соларға мен мың алғыс білдіремін. Қарап olsak, барлық күш те жігер де бұл қарапайым халықта. Халықтан шығады рас. Бізге хабарласқан тыңдаушы бар екен. Алло. Эфирдесіз. Уағалейкум ассалам. Қай өңірден хабарласып тұрсыз, есіміңіз? Мен мынау сұрақ қояйын деп едім. Мынау шырша ағаштарын алу үшін қандай рұқсаттама қағаздары керек? Шырша ағаштарын өсіру үшін ағаштарын содан мынау және сұраққа жауап бере кетейін деп едім. Үшінші сұрақты Нұрсейіт Жылқышыбай деген ағамыз болса керек. Әттеген-ай, бірақ сұрағыңыз жақсы, әлі де ізденіп сұраққа жауап беруге болады. Сәке, сұрақ түсіндіңіз ғой, шырша ағаштары? Бұл кісінің сұрағы мен түсінген бойынша шырша ағаштарын егу үшін қандай рұқсаттама керек деп тұр ғой. Тәртібі. Енді мынау арнайы питомниктер бар, өздері орман материалдарын дайындап сатады егу үшін. Сол жерге барып, ақшасын төлеп, олар өздері түгелімен рұқсаттамасы және материалын беріп, сол жерде басынан жібереді, міне, ода қаттан. Онда шектеу жоқ. Барасыз, мекемеден сатып аласыз. Сатып аласыз, ол қылқанды жапырақты ағаштар, барып сатып аласыз, аулаңызға отырып. Ал енді ол мекеменің мекен-жайын қайдан алады, нөмір телефондарын? Енді ондай орман шаруашылықтары өте көп. Әрбір облыста орман шаруашылықтары бар, солардың өзінің питомниктері бар. Сайт адресін айтсаңыз деген. Оның сайт адрестері жоқ, өздері хабарласып, жаңағы жергілікті табиғи ресурстар басқармасы бар. Солар арқылы шығып, мекен-жайын біліп алып, барып алып жүргізсе болады. Бүгінгі күні қарап olsak, бұдан бөлек орман шаруашылықтардан бөлек жеке кәсіпкерлерді өз ауласында өсіріп сатады. Бұл әлеуметтік желілерде, басқа да хабарландыру көздерінде айтылады. Сондықтан оның бүгінгі күні ақпарат табу қиын емес қой. Жақсы, бізге хабарласқан тағы бір тыңдаушы бар екен. Алло, ассалаумалейкум. Уағалейкум ассалам. Бақытжан мырза, сіз Алматыда. Қайырлы күн, қайырлы күн Сәкен. Сіздерді алдымызда келе жатқан Құрбан айт мерекесімен құттықтайын деп бір жағынан. Рахмет. Бір жағынан бір сұрағым бар еді, бір жағынан жаңағы сұраққа жауап берейін деп едім. Жақсы. Сұрағыңыз бірінші, сұрағыңыз қойыңыз. Сұрақ қойсам, мен өзім мынау Қызылқұмның баласы болғаннан кейін, шөл жердің баласы болғаннан кейін, мен сұрайтын мен үшін мынау шөл жердің проблемасы. Қазір мынау Бақанас шақ болсын, мынау Қызылқұм болсын, Мойынқұм болсын, бәрінде қазір мынау сексеуіл, тораңғыл, жыңғыл деген нелердің көбісі азайып кетті. Сол мынау орман шаруашылығы осылар еге ма, или сондай бір шаруа қолдана ма, солар мысалы құм баспау үшін, құмның көшпеу үшін. Соны сұрайын деп едім. Жақсы, енді сұраққа жауап беріңіз. Малтабу KZ сайтының жарнамалық бейнеролигінде басты рөлді сомдаған адамның есімі. Басты рөлді сомдаған бұл Талдықорған облысының тумасы, бұрынғы Талдықорған облысы, қазір Алматы облысының тумасы Қуандық Шәкіржанов, Жанар Айжанованың Қазақстан елі деген скетчтердің партнері. Құттықтаймыз Бақытжан мырза, қанжығаңыз майланды, рахмет. Енді Замзагүл ханым түсіндіріп айтып береді ары қарай, ұтысты қалай алуға болатын. Сәке, енді сұрақ түсінікті ғой. Сұрағы өте орынды. Бүгінгі күні бізде еліміздегі өте үлкен проблемалардың бірі осы шөлдену, шөлейттенумен күрес. Мынау аралдың өзіндегі өте үлкен бархандарды ұстап тұру үшін бүгінгі күні өте үлкен жұмыс атқарылуда. Ол жұмыстың бірі сексеуіл ағашын егу. Сексеуіл ағашының бір түп тамыры 4 тоннаға жуық құмды ұстап тұрады. Құмды ұстап тұра алады. Сексеуіл ағаштарын егу негізі мынау еліміздің осы Қызылорда, Түркістан, Жамбыл, Алматы облыстарында жыл сайын егу жұмыстары жүргізіледі. Жаңағы азамат айтып кеткендей Бақанас бар, Қызылқұм, Мойынқұм бар.
ол жерде бізде жыл сайын сексеуіл ағаштары отырғызылады. Атап өтетін болсақ, еліміздің мемлекеттік орман қорының аумағында жыл сайын 9000 гектар жерге сексеуіл ағашының дәндері себілетін көшеттері отырғызылатын болса, 20 000 гектар жерге сексеуіл ағашының көшеттері дәндері себіледі. Әрине, бұл сексеуіл ағашы жыңғылы болсын, өте шөлді зоналарда атқаратын рөлі өте жоғары. Сондықтан жаңа мен айтып кеткен еліміздің орман қорын ұлғайту үшін барынша осы жыл сайынғы егілетін орман қорына бөлінетін қаражаты неғұрлым көп болатын болса, соғұрлым біздің орман алқаптарын үлкейтуді тезірек қолға алып, экологиядағы болып жатқан кризистік ситуацияларды алдын алуға мүмкіндік болады. Жалпы қысқаша айтыңызшы, мына орман шаруашылығын бизнес ретінде қарастыруға бола ма? Әрине болады. Қанша жылда ақтайды ақшасын? Бүгінгі күні ең тез өсетін ағашты салдық деп есептесек. Енді тез өсетін, енді барлығы мақсатқа байланысты. Сіз қандай мақсатта орман егесіз? Енді ақша табу. Ақша табу. Мүмкін сіз оны материал ретінде сатасыз ба? Мүмкін оны арнайы құрылысқа дайындайсыз ба? Құрылысқа материал деп есептеймін. Енді ол ағаштың түріне байланысты. Ол мүмкін 5 жылдан 10 жылға дейін уақыт алуы мүмкін. Ұзақ мерзімді инвестицияның көзі. Бүгінгі күні орман шаруашылық саласында осы жерде атап өткім келеді. Біз осы комитет тарапынан жекеменшік орман шаруашылық питомниктарын дамыту, оларға қолдау көрсету бойынша мемлекет тарапынан бүгінгі күні арнайы субсидиялық бағдарламалар қарастырылуда. Егерде әрбір кәсіпкерлік осы орман шаруашылығымен айналысам деп жер алып, ағаш отырғызып, оны осы кәсіп мақсатында қолданамын дейтін болса, онда осы бағытта да бұл сіздерге жұмыс атқаруға болады. Енді орман деген өте үлкен біріншіден 5 жылдық күтімді талап етеді. 5 жылдан кейін ол табиғи түрде өз процесі алып кетеді. Сондықтан да бұл белгілі бір уақытты, табандылықты, кәсібилікті қажет етеді. Жақсы, Сәке, енді осындай жақсы біліміңіз бар, тәжірибеңіз мол, бірақ өкінішке қарай жұмыстан кетіп жатырмын дейсіз. Мына комитет баспасөз қызметі 4 жылға жуық басқардыңыз. Осы қызметтегі соңғы сұхбатты біздің хабарыңызға бергеніңізге алғыс білдіреміз, біріншіден. Екіншіден бірнеше сұрағымыз бар. Сіз комитет сізге не берді осы аралығында қысқаша? Енді кез келген жұмыс орны қандай да маман болмасы үшін бұл орнатылмаста жаңағы өте үлкен мүмкіндік, жұмыс өтілін береді, кәсіби біліктілігін береді. Әрине осы салада да бұл мекеменің жаңағы атқарған тиген рөлі өте жоғары. Екінші жағынан енді біз маман ретінде осы пиар саласы, медиа саласы маман ретінде барынша осы жылдың ішінде еліміздің табиғи байлықтарын, оның фаунасы мен флорасын, орман шаруашылығын, балық шаруашылығын, нан шаруашылығын халықпен таныстырдық. Бүгінгі күні қарап отырсаңыз, ақпарат көздерінде осыдан 5 жыл бұрын уақыттан бұрын салыстырсақ, шынымен де өте үлкен ақпарат қозғалыс қандай баққа қарамасаңыз, аумақта болмаса республикалық бақ болсын, әйтеуір барлығында осы еліміздің табиғаты айтылады. Браконьер дейсіз, браконьер туралы ақпарат қызыл кітапқа енген аңдар десеңіздер көп ақпарат жетеді. Бүгінгі күні барынша енді әлеуметтік желі дамыды, бүкіл осы ақпарат көздерін пайдаланып, осы ретте жұмысты атқардық. Енді оның бағасын ел бере жатыр. Енді елдің бір өкілі ретінде мен сізге жоғары баға берем, өз басым. Рахмет. Енді жұмыс барысында болған ең қызықты және ең өкінішті сәттер, соны айта кетсеңіз, осы 4 жылдық ішінде. Енді өкінішті сәттердің бірі бұл әрине осы өзім жаңағы инспекторлармен жұмыс барысында дала кезіп рейдке де шығып кетемін. Сол кісілермен бір тамақ жейсің. Сол азаматтардың қайтыс болуы өзің танып білген азаматтардың бірге өте өкінішті жағдай. Қуанышты жағдайдың түрі өте көп болды. Осы жұмыстың арқасында еліміздің түрлі ең қызықтысын айтыңыз. Табиғи жерлерін көрдім. Ең қызықтысы мен өмірімде 2-3 рет ілбісті көрдім. Тірідей бұл қар барысы дейді ғой. Кәдімгідей жаңағы өте бір адам қызығарлық дүниенің бірі. Екіншіден мүмкін болған дүние осыдан былтыр 1 жыл бұрын солтүстік Каспийге барып қыс мезгілінде итбалықтарды көріп, итбалық үшін қолға қорексін қолға ұстап, оны көзбен көру меніңше өте үлкен бақыт. Жақсы, рахмет, Сәке. Енді сіздің орныңызға келетін адамға қандай тілек айтасыз, қысқасы? Ең басты табиғатты сүю керек.
табиғатты сүйейік дейсіз. осы саланың фанаты болса, ол кез келген жұмысты атқарып кетеді. Жақсы, Сәке. Енді өз басым үшін өте өкінішті жұмысыңыз ауысып жатқанына, бірақ алдағы уақытта өте жақсы жұмыс табасыз деген ойдамыз, тілектеспіз. Қолыңыздан келеді барлығы, менің ойымша. Құрметті тыңдаушы, осымен хабарымызды аяқтаймыз. Бүгін студия қонағы болған Орман шаруашылығы мен жануарлар дүниесі комитетінің баспасөз хатшысы Сәкен Ділдахмет. Сізге рахмет, Сәкен. Рахмет сіздерге. Келесі кездескенше. Ата-анамның дауысындай аяулысың. Жастар эфир аяқталды. Қатысқандарыңызға рахмет. Сіздер де рахмет деп жатсыздар. Сұраққа дұрыс жауап берген жеңімпаздарды құттықтаймыз. Сұрақтарыңыз болса комментарийлерге қалдырсаңыз болады публикациялардың астында. Эфирді сақтап қойыңызшы дейді, сақтап қоямыз. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар. Тағы да эфирге шығамыз. Малтабуға кіріп жүріңіздер. Малтабу KZ сайтында бүкіл түркілік малын сонымен қатар мына бөлімдердегі барлық сату алу осы жерде.